достар, қалдарың қалай? Бүгінгі видео пятница күнгі өткізген күнім болмақ, сол үшін видео салып отырмын. Короче, мына сценарға мән бермейміз, достар. Короче, шашымды тарап, мектепке дайындап жатқан кезім мына жерде. Мен завтрак ішпейсің ба деп ойлап қалмаңдар, осы кезде чай ішіп үлгеріп жатырмын шашымды жинап. Енді шашымды жинап болғаннан кейін обязательно бетімізге көшеміз. Потому что менде кішкене қып-қызыл болып прыщтарым көрініп тұр, сондықтан легкий қылып тоналка жаға салайын деп тұрмын. Потом обязательно балсамды ұмытпаймыз. Мен, короче, тез-тез киініп шығып кеттім, уже үлгермей жатырмын. Видео түсіріп анау-мынау істеймін дегенше и 7:30-да үйден шығып кеттім. 10-15 минуттай мектепке қарай жүремін. Біз мектепте телефон жинайды. Кстати, күніміздің бәрі сор-соч, ЖБ-тжб өтіп жатыр, потому что ештеңе түсіре алмадым. Уже сағат 1-лерде үйге келдім. Мына жерде шаршап, әбіршіп кеттім уже. Тем более біз қайтатын кезде күн ыстық болады. Келесі сразу сумкамдегі керек емес кітап, ручкалардың, то есть дәптерлерді шығарып, мына жердегі реттеп тастайын дедім, даже зарядчик жүр сумкамда. Осылай жүрем дегенше сағат 4-терде папа машина жу деді, и что мен сағат 6-ға жақындаған кезде мен, короче, машинаны жуып біттім, все дедім да. Дальше өзімнің шашымды жудым, наконец-то. Просто ерініп жүрем ше, ызынан бері жууға. Сағат 9:30-10-дарда сызатымды сызып, жазатымды жазып, короче, сабақ орындап тастадым. Мен негізі сағат 10-дарда ұйқым келеді, бірақ өзімді қинап орындап жаттым. Осымен видео тамам. Барлық көрген жандарға рахмет. Келесі видеода кездескенше, всем пока.